Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен керемет торттың рецептімен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге мен Мадина. Менімен бірге жасап көрсеңіздер болады. Көп уақыттарыңызды алмайды, пісіруді қажет етпейтін торттардың бірі болып табылады. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті заттар печенье. Мен осындай печеньенің осы түрін қолдандым. Қаймақ, сосын сүт және қант қажет болады. Ең алдымен кремімізді дайындап аламыз. Осылай қаймақты ыдысқа салып, үстінен қантымызды салып миксерлейміз. Жылы сүтке 2 ас қасық қантты салып араластырамыз. Енді печеньемізді сүтке малып, ыдысымызға осылай орналастырамыз. Үстінен кремімізді бір тегіс етіп жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей етіп, торттың кейінгі қабаттарында печеньелерді дәл осылай орналастырып қойып шығатын боламыз. Торттың бетін өз қалауларыңызша әсемдеуге болады. Мен құлпынай мен шоколадты қолдандым. Қыздар, міне мен торттың дайын, өте дәмді әрі жұмсақ болып шықты. Сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Сіздермен бірге болған мен Мадина. Каналыма лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеомның рецептін жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.